Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім. Бүгін мен үй жағдайында томат пастасын жасайтын боламын. Алдын ала қызанақтарымның бәрін жуып тазалап алдым. Өте қатты піскен қызанақ болу керек. Міне оларды осылай ұсақтап турап алдым. Тураған қызанағымды оттың үстіне қойып қайнататын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қызанақтарыңыз қатты піскен болсын. Мінекей қызанағым қайнап шықты. Арасында өстіп қозғап отырамын, асты жабысып қалмас үшін. Қызанағымды 30 минут қайнатамын. Су шықты, міне көріп отырсыздар. Осы суын енді осы тор арқылы артық суын алатын боламын. Суының бәрін өстіп сүзіп аламын. Менде мінекей осындай артық су шықты. Оны бір банкіге құйып қоямын. Бұл да томаттың соғы. Бұны қажетіңізге жаратсаңыз болады. Қызанақ, қияр, капусталарды осы соққа жапсаңыз болады. Енді мынау қоймалжыңын блендердің көмегімен өстіп езетін боламын. Блендердің көмегімен мінекей жақсылап езіп алдым. Енді осы езіп алған затымды, қызанағымды сеткінің көмегімен дәнегінен артық қызанақтың қабығынан өстіп тазалайтын боламын. Мінекей қызанағымды өстіп жақсылап сеткадан өткізіп аламын. Барлығын өткізіп алдым. Сковородкаға салып, енді оттың үстіне қоямын. Енді осы шыққан массаны отта қайнататын боламын. Қайнап шыққанын күтемін. Қайнап шыққаннан кейін оттың астын кішкене басамын. Астын анда-санда қозғап отыру керек.
қою төмен қарай түсіп, қызанағымыздың түбі жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен қозғап отырамыз. Әптен суы тартылғанша қайнатамын. Менде мінекей біраз қайнады, төмен түсті, көріп отырсыздар қызанағым. Сол кезде жарты шай қасық тұз, бір ас қасық қатты толмаған шекерімді салдым. Шекер мен тұзды салған кезде жақсылап түбін қозғаңыздар. Астық қант жақсы ерігенше тоқтамай қозғаңыздар. Қанттарыңыз түбіне жабысып қалмасын. Мінекей жақсылап қайнатамыз суы тартылғанша. Қызанағымның суы тартылды, міне осылай қоюланды. Егерден бұдан да қою қылам десеңіздер, ұзағырақ қайнатасыздар. Мен енді мінекей банкымды алдын ала булап алдым, қақпағын екеуін. Енді осы банкіге құятын боламын. Қызанағым дайын болды, мінекей түсі де әдемі керемет болды, томат пастам. Міне барлығын құйып алдым. Енді алдын ала сұйық майымды қыздырып алдым да, бетіне 1,5 ас қасық қызған сұйық майды құйдым. Енді жақсылап қақпағын жауып аламын. Егерде менің видеом ұнаса, маған подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Әлі алда тағы да жақсы рецептер болады. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей қақпағын жақсылап жауып алдым. Мінекей осындай керемет томат соғы шықты. Қақпағын төмен қаратып, жылы орап қойыңыздар.